Сәлем достар, қош келдіңдер менің каналыма. Мен бүгін сізге саңырауқұлақтан шашлык пісіруді көрсетемін. Міне осындай иісі бұрқыраған, сөлі төгіліп тұрған, дәмі керемет шашлык пісіргіңіз келсе, менің видеомды тамашалаңыз. Саңырауқұлақтарды алып, жақсылап жуғаннан кейін мен оларды маринадтап бастадым. Мен маринадтың екі түрін қолданамын. Бірін майонезбен, екіншісін маймен жасадым. 7-8 штугын алып, майонезді құямын, үстіне тұз саламын, тұзды аздап саламын, себебі майонездің де өзінің тұзы бар. Үстіне өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштер, менде бұрыш пен паприканы салдым. Сосын 2 бас сарымсақты үккіштен өткіздім. Енді осы соусты жақсылап араластырып, әрбір саңырауқұлаққа жететіндей қыламын. Саңырауқұлақ өте жеңіл тағамдардың бірі, оның 90% судан тұрады. Құрамында май мүлдем жоқ, холестериннің де көрсеткіші өте төмен. Элементтердің көп мөлшері бар, темір, мыс, мырыш дегендердің барлығы бар құрамында. Жүректі жақсы жұмыс жасатады. Сонымен қатар тырнақты қатайтады. Терінің жылтырап, шаштың да әдемі болып өсуіне ықпалын тигізеді. Екінші маринадыма да бастадым. Тағы да 7-8 дана саңырауқұлаққа сұйық майды құямын. Үстіне дәмдеуіштерді саламын. Менде тұз, бұрыш, паприка және 2 бас сарымсақты үккіштен өткізіп саламын. Саңырауқұлақтың пайдасы жөнінде айтатын болсақ, ол өте жеңіл. Жегенде де көкөністермен, көкшөптермен жеуге болады. Бірақ бобовый, горох, фасольдармен жеуге болмайды. Бұл маринадты да саңырауқұлақпен жақсылап араластырып, екеуін де қойып қоямын. Мен 1 сағатқа қоямын. Ет пен тауыққа қарағанда саңырауқұлақ тез маринадталады. Сіздің қандай сүйікті маринадыңыз бар, комментарийге жазып кетіңіз. Маринадтың түрі өте көп. Шашлыкты мен далада мангалда пісіремін. Міне 1 сағат өтті, саңырауқұлақтарды шампурға тіземін. Егер мангалда пісіруге мүмкіншілік болмаса, духовкада де пісіруге болады. Саңырауқұлақтарды қуырып, әртүрлі салаттарға пайдалануға болады. Қуырып жеуге болады, картоппен, көкөністермен, әртүрлі. Өте дәмді шығады. Менің саңырауқұлақты сливкіде қалай пісіруге болатын видеом бар, соны көріңіз. Міне шашлыктың да отын жағып болып қалдым. Мен жеміс ағаштарының бұтақтарын пайдаландым. Отынға көмірді пайдаланса да болады, өте жақсы болып шығады. Міне от та жанып болды. Енді шоқтарды мангалдың ішіне тегістеп жаямын. Сонымен қатар саңырауқұлақтарды етпен, тауықпен бірге пісірсеңіз, өте жақсы үйлесім табады. Міне шампурды да мангалдың үстіне қоятын уақыт келді. Осылай қойып пісіріп бастаймын. Саңырауқұлақ өте тез піседі. Сондықтан қасында тұрып
қайта айналдырып астын үстіне қарап тұру керек. Саңырауқұлақ шампурдың бойында оңай қозғалып тұрса, оның піскенінен хабар беріп тұрғаны. Сіздерге лайфхак. Өте тез піседі. Видео сізге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып, лайкты да басуды ұмытпаңыздар. Міне біздің саңырауқұлағымыз да пісті. Иісі өте керемет. Қызарып, өте әп-әдемі болып пісті. Сіз көкөністермен, көкшөптермен дастарханға ұсынсаңыз болады. Енді оның дәмін көруіміз керек. Не біздің дегустатор. Қалай болған өз қазір айтады. Әнеки. Екі маринадтың екеуі де өте дәмді шыққан. Ал маған болса, майонезбен өте қатты ұнады. Сізге саңырауқұлақтан шашлык пісіруге кеңес беремін.